әлеміне келдік. Міне, көптеген ертегілеріміз бар. Қараңдар, міне. Шалқан ертегісі, міне. Мына жерде біздің ата, әже бар, иә? Әже. Міне. Әдемі ертегілеріміз бар екен. Қараңдар, бұнда бізде Жұман тауық ертегісі бар екен, міне. Бұнда да біздің ата, әжеміз бар екен. Тауық. Міне мысық. Мысық. Міне балалар. Қоян. Міне балалар, көптеген осындай ертегілермен қазір танысатын боламыз, иә? Көптеген ертегілермен танысатын боламыз. Аю, иә, аю. Қасқыр. Қасқыр. Аю. Түлкі. Қоян. Міне балалар, қазір біз балалар бауырсақ ертегісін айтатын боламыз сендерге. Қане барлығымыз тыңдайық, иә? Ертеде ата мен әже болыпты. Ата мен әже атаның қарны ашып, әжеден кемпірім, маған бауырсақ пісіріп берші дейді. Әже бауырсақ пісіріп, терезенің алдына суытуға қояды. Бауырсақ терезенің алдында тұрып, домалап кетеді. Домалап келе жатады, алдынан қоян шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін, сен мені жеме, мен саған өлең айтып берем. Атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым, қояннан да қашып кетем деп, қояннан қашып кетеді. Бауырсақ домалап келе жатады, алдынан қасқыр шығады. Қасқыр тістерін көрсетіп бауырсаққа. Бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Бауырсақ не дейді? Сен мені жеме, мен саған өлең айтып берем. Атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым, қояннан да қаштым. Енді қасқыр сенен қашып кетем дейді. Бауырсақ домалап келе жатады, алдынан кім шығады? Аю шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Бауырсақ не дейді балалар? Сен мені жеме, мен саған өлең айтып берем дейді. Атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым. Енді аю сенен қашып кетем дейді. Бауырсақ домалап келе жатады, алдынан кім шығады? Түлкі шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Сен мені жеме, мен саған өлең айтып берем дейді. Атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым дегенде түлкі не дейді? Менің құлағым естіңкіремейді, маған тұмсығыма тұрып айтшы дейді. Сөйтіп бауырсақ түлкінің тұмсығына шығады. Атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым дегенде түлкі оны бауырсақты жеп қояды. Ертегі ұнады ма балалар сіздерге?